Менің атым Қайырхан Назым, КИА-18 бір тобының студенті болам. Мектепті 2018 жылы қызыл аттестатқа бітірдім. Аққазан Бағдат, Есенов университетінің бірінші курс студенті, высокоорный экономист. 2016 жылы. 4-ші классқа дейін беске оқыдым, одан кейін қалды. Есімім Жексенбай Темірлан, құқықтану мамандығының 2-ші курс студентімін, 2010 жылы. Көбінесе төртпен. Так, меня зовут Гусманова Ольга Гайнулаевна. Я декан факультета базовый, являюсь кандидатом технических наук, ассоциированным профессором. Работаю в университете уже 25 лет в этом году. Закончила этот же университет, то есть я выпускник нашего же вуза. Школу я закончила в 90-м году. Я училась очень достаточно хорошо, у меня буквально было 4, наверное, четверки были, остальные все пятерки были. Мен Жұмабаева Лаула орынбасарына Есенов университетінің халықаралық бөлімінің басшысымын. Мектепті 1995 жылы. Мен мектепте жақсы оқыдым. 11-ші класста тек ұмытпасам 2-4-тікпен ғана шыққан сияқтымын. Негізінен 5-тікке оқыдым. Аты жөнім Омарова Айжан Ангеликовна, экономика кафедрасының меңгерушісімін. Мектепті 1997 жылы бітірдім. Үздік аттестатпен бітірдім. Өт деген бауыр ағзасында болады. Қалай өт дененің қай ағзасында пайда? Бауыр шығар. Бауыр. Наверное, желчный пузырь, печень. Өт, бауыр. Өт бауырна, наверное. Азия шығар. Ірі мемлекеттер ма кәдімгідей? Қазақстан, Россия. Россия. Россия мен Қазақстан. Ну, это, в принципе, наверное, все знают, это Казахстан и Россия. Қазақстаннан және Ресей. Казахстан, по-моему, и Ресей. 8. Серк дегенде планета бар ма? Жауабын білмеймін. Спутников. Так, 9. Жоқ, 8. 6. Білмеймін. Ой. Бір. Ай. Один. Луна. Жердің бір серігі бар, ай. Бір серігі ай ол бізде. Адам денесінің ең күшті бұлшық еті. Ляшки. Тіл. Ну, я думаю, наверное, язык. Адам денесінің ең күшті бұлшық еті тіл деп ойлаймын. Бұлшық еті. Тіл. Бельгияның астанасы Брюссель. Бельгияның астанасы Брюссель. Брюссель. Сейчас там Брюссель, кажется, да? Правильно? Брюссель. 130-дан астам халық. Где-то 130-дан астам, 60-қа дейін ба, 260-қа дейін ба барады ғой почти. 130-дан астам. Ой, точно сказать не могу, но очень много. Не знаю, не помню, что брать не буду. Шатаспасам 130 түрлі. Ой, көп. Бірақ где-то 130-дай шығар, 140-дай. Хан Кристиан Андерсон.
Андрей. Эй. Ганс Христиан Андерсен. А мои любимые сказки, мои дети тоже любят их. Это Ганс Христиан Андерсен. Андерсен. Андерсон. Мыржақып Дулатовтың алғашқы поэтикалық жинағы ол Оян қазақ 1909 жылы жазылған. Поэтикалық заты оян қазақ емес пе? Бәсе, оны білетін шығармын. Білмедім. Оян Казак, конечно, это все должны знать. Оян қазақ. Қазақ деген бар екен білем, бірақ алдында Оян қазақ. Темір астызы. Ант. Астызы. Астызы. Астызы? Соль, конечно. Мыс, ас тұзы, қант, түркі шауық, темір. Темір. Мыс. Бірінші рет естіп тұр. Жаттың? Ахиллестің өксесі. Жош. Лесовая пята, это, ну, мы все это знаем историю, да? То есть все знаем мифы. Это та точка, которая, как бы сказать, от нее зависит наша жизнь. Ахиллесова пята. Ұмытып тұрмын. Әлсіздер. Он сұрақтың ба? Нормально. Аз оқырсың. Хотя бы жеті қыл жүрек, да, братан? А 9, да? Хорошо, достаточно, я так думаю.